Ассалаумағалейкүм достар, сіздермен бірге мен Ері. Бүгін біздер Fire Багтар граунс ойынан видеоны жалғастырамыз. Видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей достар, бүгін біздерде өте бомбезный видео, яғни видеоның тақырыбынан тағы бір рет айтайын, тағы бір рет көргендеріңіздей үшін, екі рет көрсеңіздер ме үшін. Так, үшін біздер қазір Fire'дағы өте керемет багтармен және тығылатын жерлер туралы видео дайындап шығардым сіздерге. Енді достар, видео бастамай өтті, осы видеоға смело лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Себебі біздер әлі де бұндай багтар мен құпия жерлерді көрсететін боламыз достар. Ең бірінші бізде баг, ол үшін сізге досыңыз керек, және де ол сізде планер, ал досыңызда скейтборд керек. Яғни қысқасын айтқанда сіз тұрасыз, ал ол сіздің қасыңызға дәл осылайынан жатып келеді. Типа сіздің аяғыңызға ол кіріп кеткенше тұра береді, осылай істей береді. Үшін видеодан көріп тұрғандарыңыздай осылай істей береді. Там болмаса бір тұрып, қайттан жақында тұрып жатса, міне осылай кіріп кетеді. И там ол сол кезде тұрады, бірден планердің скейтбордын қосады. Сіз бірден секіріп кетуіңіз керек. Секіресіз, міндетті түрде секіріңіздер. Сол кезде сәл пинг болады, және де пинг басылады. Ол кезде көріп тұрғандарыңыздай, мынау не мынау енді гарена ема не деген баг. Ол сіздің артыңыздан ұшып келеді. Яғни 2 метр арақашықтық сақтап сіздің артыңыздан келе жатыр. Почти Fire'ның несімен айтқанда негізі бір 15 метрдей болып кетеді негізі. Но бірақ бізге 2 метр біліп айта берейік, бұл көзге 2 метр сияқты көрініп тұр ғой. Енді осылайынан жосқа ұшып келеді артыңыздан. Өте керемет. Бұл багты істеп көрсеңіздер болады достар. Енді өте керемет деп баг, сіз қайерге барсаңыз да ол артыңыздан жүреді береді. Енді бұл жерде өкінішке орай біздің баламыз атып тастады, сондықтан келесіне кетейік. Ол үшін бізге достар мотоцикл керек. Яғни бізде Clock Tower деген жерде осындай бір кішкентай үй бар. Яғни сол үйге мотоциклмен міну керек. Мотоциклдің енді жыры көбен, ой бір бұл міне қоймайды ғой енді. Енді скоросты жай, енді мотоциклдің бәріміз білеміз. Сәл алыстан бұлай басып келмесең, бұлайша міну қиындау болады достар, айтып қояйын. Так, енді біз бұлайнан мінесіздер, енді бұлай бұрастар, там нелер көп, сондықтан бұл жерлерін сәл тез өткізіп жерейік. Ойбай, енді басталды. Өшін дегендей осылайнан мотоцикліңізді осылайнан қыстырасыздар ғой достар, өте керемет дейді. Қыстырасыздар, өйстіп бірдеңе істейсіздер үшін. Осылай бірдеңе істеп адыр мен бірдеңе. Бұл ускорениемен көріп отырсыздар, яғни 2 ускорениемен, яғни 2 есе тез қимылдап тұрып достар. Осылайнан қыстырасыздар. Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай бізде уже баг орындалып, мынандай там нелер көрініп жатыр. Міне ақта планермен біреу шыр көріп болғасын. Так, бұлайнан көргендеріңіздей мотоциклін көтеріп кетті. Енді бұл жай ғана неде ойлап қалмаңыздар. Әлі бар бізде, ол үшін бізге стена керек. Стенаны осылай қойғанда біз міне аламыз ба, міне алмаймыз ба, пәстен қойық шекен. Так, мына көкең, мән ау атпайды, красавчик. Атпа. Так, енді бұдан өте аламыз ба? Отырып өтіп көрейік, отырып, бұлай секіріп, мына аяқпен бұлай өте алмаймыз. Ой, түшпадың ба? Дай стенаны жарып саяқ басына. Ол үшін осылайнан мотоциклдің арғы бетіне өту үшін осылай өту керек. Там стенканың осылайнан қоймасаңыздар, ато болмайды екен. Ойбай, көкең, пәске стена қой жүргесін. Қасымдағы атпай тұр, красавчик екен, ол да біліп атқан шығар. Ойына ютубер ғой, видео түсіріп адыр ғой, ема видеосына түсіп қалайық деп бағана эмоция жасап адыр. Красавчик, молодец, жаса. Анау что-то біздің екеуімізді көріп жоқ болып кетті ма? Что-то бірдеңе болып кетті достар, видеоны өткізіп жермеңдер. Енді басты, как көрсетем міне.
достар. Жүгіріп кете бересіңдер үшім. Кете бересің. Үшім айтқандай кете бересің де алда бір айтайын. Там бізде ана жерге барған кезде интернет қосу керек. Сол кезде бізді ненің бошканың ішіне кіргізіп жібереді. Енді ол бұл бактардың бәрін білетін боларсыздар енді. Достар, осы видеоға давайте 111 лайк жинапсақ, анау емес, бір лайктан жинапсақ, сол кезде келесі бөлімде ешкім білмейтін жерлерді көрсететін боламыз. Алда әлі өте керемет жерлер бар, сондықтан видеодан шығып кетпеңіздер әлі. Әлі өте керемет жерлер бар, және де осылай тұрамыз. Осылайнан тұрамыз, достар, осылай интернет қосылады, жайлап қосылды, міне, пинг 90, 80, 79, 202, 203, және де біз халява деп кіргіз жерді бізді. Үшім, осының ішінде отыра бересіңдер, өздерің білесіңдер, үшім, мен кеттік келесіге. Так, келесі бізде осы жер қойшым, осы жерден, енді ана ерден, андай, баллондармен секіріп мінеге болады, білетін боларсыздар, интернет өшіреміз, 999 күтеміз, сәл тұрамыз. Бетімізді көріп қоямыз да жүгіреміз ары қарай. Фугутс мына системаның үстіне түсеміз да ары қарай жүгіреміз. Үшім кете береміз. Бағана айтқандай кете береміз, достар. Қазір қай жерге барғанда интернет қосу керек екен көрсететін болам. Ал оған дейін сіздер арнаға жазылып, қасыңыз шыққан қоңыраушаны басып қойсаңыздар, өте керемет болады. Және де видеоны аямаңыздар, және де комментарийді толтырып тастаңыздар үшін. Айтпақшы, достар, ютубта өте керемет заттар бар екен. Мынаны айтып алайын, потом көрсетемін. Осылайнан барасыз, жатып аласыздар үшін. Түріңді көре отырасыздар. Түрін көре отырасын. Сол кезде бізді багатса етіліп, осының ішіне кіргіз жүреді. Үшім осының соның ішінде жүресіңдер ғой енді. Енді бізде келесі жер, ол мына жер, енді бұл жерді көбісі білер, енді білмейтіндерге көрсетейін, достар, қалай істеу керек екенін. Үшім, айтпақшы, бағанағын айта кетейін, яғни ютубта өте керемет 3 ба 4 ба зат бар. 4 зат бар аудында? 4 зат бар екен айтпақшы. Не ол екен деп атқан боларсыңдар. Ол өте керемет заттар, яғни қазақша айтқанда жазылу деген белгісі, және де қоңырауша деген белгісі бар, және де лайк деген, және де комментария деген, пікір деген. Үшім 3-4 белгі бар. Ол белгілер не үшін? Енді ол белгілер YouTube не үшін шығарған? Енді ол белгілерді адам басу үшін шығарған. Адам баспаса ол белгіні не үшін шығарған? Сондықтан жай ғана ол белгілердің бар екенін айтып қойып жатырмын. Яғни ол белгілерді басу керек, обязательно бар болғаннан кейін. Бар нәрсені баспай не істейсің? Үшім сол. Ендеше видеоны ускорениемен көріп тұрсақ, одан шығатын жерін әлі көп жүресің. Или ускорение көрмей қойыңыздар, видео азып көтетін сияқты ма? Или ускорение көрмей қойық. Так, мен ана ерде біреу атып атыр, что-то машинаны жарып тастамаса болды ғой деп өтірік былай неғымай ақ қойын, азып жасадым ғой. Машинаны жармайды ғой. Біреу атып отыр, бірақ өзім де түсінбедім кімнің атып отқанын. Яғни біздер осылайнан бұлайнан қоямыз машинаны. Болмады, что-то қалай шығады. Так, осылайнан қойғанда болмайды екен. Потом мен ойладым, типа артпен келу керек пе деп ойладым, достар. Себебі артпен келмесе болмайды сияқты. Мен бұлайнан бір көрейін дедім. Бір осылайнан мініп, бұлай тақап тұрып түсіп көрейін дедім. Бірақ та нәбетке шығар жер еткен. По-любому сондықтан артпен келу керек сияқты деп ойладым. Содан кейін артқа қарап айдадым, достар. Енді ой, әлі айдамаппын ғой. Қазір енді айдаймын. Менде пинг болатыр просто. Пинг болғанда менде пинг нормально көріп тұрғандарыңыздай, бірақ та үшін пинг қой. Так, енді осылайнан тұрамыз, енді 2 сағат дегендей ғой. Видеоны өтіп жүрмеңіздер, достар. Әдемілеп тұр көріп алыңыздар, ертең сіздерде осылай тұрып қалсаңыздар, қалай шығу керек екенін білесіздер, естілікші. Сондықтан осылайнан шығасыздар, және де осы жерден осылайнан бұрасыздар, бұлай бұрасыздар, артқа, алға, үшім осылай, артқа қарап, жоскинен бұрасыздар, алға қарап, сәл бұрасыздар, себебі ар жаққа өтіп кетуі мүмкін. Үшім осылай түзулейсіздер, потом бірден резко бұрасыздар оң жаққа қарап,
яғни сөйтіп алға артқа ғой бағанағы тактика. И потом шығу белгісін басасыздар. Осы кезде өте керемет сәт. Яғни біздің панда уже үстіге кетіп қалды. Яғни неге панда үстіге кетіп қалды? Негізі мен де үстіде тұрмын, бірақ та менде пинг болып жатыр. Сондықтан қазір үстіге шыққан кезін көрсетейік. Енді менде пинг әлі бітпеді. Пинг ба? Міне пинг бітті. Пинг бітті. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай осының үйдің ішіне арғы өтуге болмайды екен, бірақ та осының ішінде жүруге болады екен. Осындай енді басқа не айтасың енді осы жерден. Бірақ та бір қиындығы бұл жерден шыға алмайсыңдар. Болды, біттің сен шаруаң. Егер де зона осы жерде болса, осы жерде отыра беруге болады. Енді аптечка бәрін жиналып. Бірақ та бұл жерден шығу қиын. Сондықтан үшін кірмей қойды, кеңес беремін. Басқа да осындай қызықты бактарды көргілеріңіз келсе, видеоға просто лайк басып тастайық. 111 лайк күтемін сіздерден. 111 лайк жиналса достар, арнада жақында кино түсіріп жатырмыз. Сол кино болып қалуы мүмкін, өте кереметтей. Или осының екінші бөлімін түсіретін боламын. Ендеше видеоны лайк басып арнаға тіркелеміз. Қасында шыққан қоңыраушаны басамыз деп бағана видеода айтқанымдай, ютубта 4 сағат бар, сол 4 сағатты басу керек обязательно. Ендеше сіздермен бірге болған давайте достар,